Темірдің қалың әскері Иранда билік құрып тұрған жалайырларды талқандап, Қарақойлы елін жермен жексен етіп, Бағдатты басып алып, сонау Мысырда билік құрып тұрған Мәмлүктер еліне жақындады. Бұл кезде Баязид сұлтан Константинопольді аламын деп әуреленіп жатты. Ал Мәмлүктер билігінде бар болғаны билікті алғанына бір жыл ғана болған 14 жастағы Фаррадж деген жігіт басқарып тұрды. Жасы 60-тан асқан қарт билеуші Әмір Темір жап-жас жігіт оңай тізе бүгер деп ойлады ма? Алдымен елшілер жіберді. Алайда Фаррадж Темірге бағынбайтынын, соғысуға әзір екенін көрсетті. Бұл оқиғалар содан 140 жылдай бұрын Құлағудың әскері Сирия жеріне басып кіргендегі тарихқа ұқсайды ма қалай? Ол кезде де моңғолдардың қандай қуатты екенін біле тұра, Құтыз бен бейбарыстар әскер бастап 1260 жылы Айын Жалут түбінде моңғол басқыншыларын тоқтатқан еді ғой. Ал енді арада 140 жылдай уақыт өткенде 1400 жылы Әмір Темірдің жойқын әскері Кіші Азияны тастап Сирия жеріне бет алды. Мәмлүктер де Әмір Темір алдында тізе бүге ме? Әлде бейбарыстардың ерлігін қайталап аман қала ма? Халайық, видеоны осы жерден тоқтата тұрып, арнаға тіркеліп лайк басып, еңбегіңізді бағалап қойсаңыздар. Кресшілерді талқандап, моңғолдарды Айын Жалут түбінде тоқтатқан Мәмлүктер ұзақ уақыттар бойы мұсылман әлемінің қуатты мемлекеті болып тұрды. Әрине, өзінің солтүстігінде Османдардың күшейгені Мәмлүктерге соншалықты әсер ете қоймады. Себебі 15 ғасырдың басында, яғни 1400 жылдары бұл аймақта не болып жатыр еді? Соған келейік. Осман әскерін бастаған Баязид сұлтан Сербия, Болгария, Фракия жерлерін жаулап алып, корольдерді үрейге салып, мыңдаған жылдар бойы мұсылман әскерінің арманына айналған Константинопольді жаулап алуға кіріскен. Сондықтан Мәмлүктер елі мен Османдар арасында бақ таласы бастала қоймаған, тіпті Османдар мен Мәмлүктер елі өзара әскери одақ құрған болатын. Алайда бұл кезде шығыстағы иеліктерді бірінен соң бірін жаулап, Үндістанды отқа ораған Темір әскері Ирак жерінен өтіп, әлі де болса Баязидтің билігіне бағына қоймаған шығыс Анатолия иеліктеріне жақындады. Осы тұста Темір мен Баязидтің өзара хат жазысуы, артынша үлкен соғыс, өз алдына бөлек тарих. Естеріңізге сала кетейін, біз айтқалы отырған Дамаск шайқасы Баязид пен Әмір Темірдің арасындағы Анкара шайқасынан 2 жыл бұрын болған оқиға. Мәмлүктердің көреген билеушісі Баркук сұлтан сонау 1395 жылы Темір мен Тоқтамыс өзара соғысы жүріп жатқан кезінде Әмір Темір әскерімен түбі бір шайқастың боларына әзірлене бастайды. Ол бұл шайқаста Темірді емес, Тоқтамысқа қолдау көрсетіп, одақтастық ниет байқатты. Мәмлүк әскерлерін дайындап, Осман сұлтаны Баязидпен де өзара келісімге келіп, алдын ала әзірлікті бастап қояды. Алайда Баркук сұлтанның көзі тірісінде бұл соғыс болмады. Тоқтамысты талқандаған соң, Самарқан билеушісі Үндістанға аттанып, ал Мәмлүктер билеушісі Баркук сұлтан 1399 жылы дүниеден өтті. Мәмлүктер билігіне оның ұлы Фарадж келді. Міне, дәл осы сұлтан кезінде Әмір Темірмен нағыз шайқас басталды. 1399 жылы Үндістан жорығынан оралған Әмір Темір енді Иран жерін билеп отырған Қарақойлы еліне басып кірді. Ал жеңіліс тапқан Қара Жүсіп деген билеуші өз адамдарымен қашып шығып, батыстағы Османдар билеушісі Баязид сұлтанды паналады. Ал Әмір Темір әскері Бағдат қаласын басып алғанда,
шаһарды билеп тұрған жалайырлар әулетінің әміршісі Ахмет Жалайыр қашып шығып Мәмлүктер сұлтанына келді. Баркук сұлтан кезінде Мәмлүктер сарайы Темірдің жіберген елшілерін өлтіріп, оған ашық қарсылық көрсеткен. Енді оның ұлы Фарадж да Темірге ашық қарсы шықты. Ешқандай тұтқындарды қайтарып бермейтінін мәлімдеді. Бар болғаны 14 жасар шамасындағы жас жігіттің бұл қайсарлығы Алтын Орданы тас-талқан етіп, Үндістанды отқа орап, Иранды тізерлеткен жасы 60-тан асқан Әмір Темірді қаһарландырып жіберді. Қараңыздар, бұл оқиға, яғни біз айтқалы отырған Әмір Темірдің Мәмлүктермен соғысы, содан 140 жылдай уақыт бұрын Құлағудың әскері Сирия жеріне басып кіргендегі тарихқа ұқсайтындай. Ол кезде де моңғолдардың қандай қуатты екенін біле тұра, Құтыз бен бейбарыстар әскер бастап 1260 жылы Айын Жалут түбінде моңғол басқыншыларын тоқтатқан еді ғой. Ал енді арада 140 жылдай уақыт өткенде 1400 жылы Әмір Темірдің жойқын әскері Кіші Азияны тастап Сирия жеріне бет алды. Ал бұл жолы Мәмлүктер Әмір Темірдің жеңімпаз әскерін тоқтата алады ма? 1400 жылы 15 қыркүйекте Анадолы жерінде жүрген Әмір Темір әскерін Сирия жеріне бұрды. 30 қазанда оның әскері Алеппо қаласына жақындады. Үндістаннан әкелінген жауынгер пілдерді қолданып, алдымен Мәмлүк әскерін талқандады. Әрине, Диадох соғыстары сияқты үндістандық пілдер мен африкалық пілдер арасында ғаламат шайқас болды ма, жоқ па, ол жағы белгісіз. Себебі тарихи деректерде Мәмлүктердің жағы африкалық жауынгер пілдерді қолданғандығы туралы нақты тарихи мәліметтерді таппадық. Ал Темір армиясы соның алдында ғана олжаға алған Үндістан пілдерін қолданған екен. Осыдан кейін Алеппо үшін шайқас басталды. Қаланың тамаша архитектурасы мұсылман өнерінің тамаша жетістіктерін көрсетіп, алынбастай көрінді. Алайда Темірдің садақшыларының мергендігі сондай. Қамал қабырғасына өрмелеп шыққан әскер шайқасты бастап кетті де, қала тізе бүкті. Алеппо құлаған соң Хама, Хомс бекіністері өз еркімен берілді. Триполи, Библ қалалары басып алынып, Бейрут жерлерін талқандап, сол жылдың желтоқсан айында қаптаған әскер Дамаск қаласына келді. Бұл сол аймақтағы жалпы мұсылман әлеміндегі ең ірі қаланың бірі болатын. Қамалдар бірінен соң бірі тізе бүгіп, қалғаны өз еркімен қақпаларын ашып жатқанын естіген Дамаск немесе мұсылмандар тілінде айтатын болсақ, Шам қаласы Темірдің алдында тізе бүгуге дайындалып жатты. Алайда өз әскерін бастап келген Мәмлүк сұлтаны Фарадж Дамаскты қорғап қалу керектігіне сендірді. Қаланы тікелей шабуылмен алу қиын екенін түсінген Әмір енді жау әскерін қаладан шығарудың амалын іздестірді. Желтоқсанның соңына дейін қаланы ала алмады, алайда Темірге бұл жолы Дамаск қаласындағы әмірлердің арасығы көмектесті деуге болады. Таққа жаңа ғана келген 14 жастағы Фарадж жанындағы әмірлердің астыртын қимылдарынан сақтанып, түнделетіп қаланы тастап шығып, Каирге бет алды. Ал сұлтанның кетіп қалғанын естіген қаланың ақсүйектері, оқымыстылары Темірдің алдына келді. Олардың арасында Африканың Тунис жерінен шыққан әйгілі тарихшы Ибн Халдун да бар еді. Олар қаланы Әмірдің қолына тапсырмақ болды. Алайда Темір осы кезде сырқатқа шалдығып, ал оның айналасындағылар Әмірдің соңғы күндері жақындаған шығар деп ойлады. Алайда Темір ауруынан айықты. Қаланың кілтін табыстағандармен сұхбаттасты, әсіресе Мағриб жерінен шыққан тарихшы Ибн Халдунмен өте жылы сөйлесті. Африка, Иран,
Мәуереннахр жерлерінің өткен тарихы туралы көп әңгімелесті. Алайда Темір осындай сөйлесулерге қарамастан әскеріне қаланы тонауға рұқсат берді. Осыдан кейін мүмкін кездейсоқ өрттен болар, кім білсін. Қалада ежелгі дәуірден бері келе жатқан архитектура ісінің тамаша жетістіктері өртке оранды. Амияттар салған және керемет мозаикамен безендірілген ең көне мешітке тығылған адамдар мешітпен қоса жанып кетті. Кейбір тарихшылар бұл іске Темірді кінәлайды, алайда бұл жерде Темірдің кінәсі болмаған шығар, кім білсін. Ал қаладағы шеберлер мен ұсталарды, өнер иелерін, ғалымдарды Самарханға жіберумен болды. Олардың арасында 12 жастар шамасындағы Ибн Арабшах деген бозбала да бар еді. Ол кейіннен Темірдің қатыгез жорықтары туралы үлкен тарихи кітап жазып қалдырады. Ибн Арабшах әлі бозбала болғандықтан оның өскенде кім боларын Әмір Темір білмеген болар, оны Самарханға жіберді. Ал Ибн Халдунды жылы қабылдап тарихшыны күштеп Самарханға әкетпеді. Оған өз елі Туниске баруға кеңес беріп, тарихшы мен әмірші жылы қоштасты. 1401 жылдың 19 наурыз күні Темір өз әскерімен тоналған Дамаск қаласын тастап шықты. Ол одан әрі мәмлүктер еліне шабуыл жасамады. Кері бұрылып, Осман сұлтанымен шешуші шайқасқа әзірленді. Арада бір жылдай уақыт өткенде 1402 жылы Темір мен Баязид әскері Анкара түбінде кездесті. Алайда мына бір жай түсініксіз болып қалды. Не себепті Темірдің әскері мәмлүктермен шайқасып жатқанда Османдар әскерін бастап келіп Баязид сұлтан ту сыртынан шабуыл жасамады, яғни Әмір Темірге. Себебі оның алдында екі билеуші, яғни Әмір Темір мен Баязид сұлтан бір-бірімен өзара сөзге келіп, тіс қайрап жүргені белгілі. Османдар мен мәмлүктердің Баркук сұлтанның тұсында өзара одақтасқанда белгілі. Неге осы одақтастық Темірге қарсы біріге алмады, немесе Баязид сұлтан не себепті осынау тарихи мүмкіндікті пайдалана алмады? Мүмкін Дамаскты ала алмай жатқанда Баязидтің әскері Константинопольді қоршауын тоқтатып, Темір әскерінің тылына шабуыл жасағанда Әмір Темірді Дамаск түбінде тоқтатып, мүмкін тарихта Анкара шайқасы болмас па еді, кім білсін.